Сәлеметсіңдер ме балалар? Көңіл күйлерің жақсы ма? Балалар, мына кестедегі суреттер арқылы біз көз мезгіліндегі ерекшеліктер мен құбылыстарды есімізге түсіріп көрейік. Көз мезгілінде жапырақтардың барлығы сарғайып, қурап, ағаштан жерге түседі. Күн қысқарып, түн ұзақ бола бастайды. Жауын-шашын көп жауатын болады. Және кейбір құстар жылы жаққа ұшып кетеді. Күн суытқан кезде біз үстімізге жылы күртеше, аяғымызға су өтпес үшін су етік киеміз. Міне көрдіңдер ме балалар? Сондықтан күз мезгілі жапырақтар сарғайып, егістіктің барлығы піскен уақытта сары алтындай болғасын алтын күз деп атайды екен. Енді балалар, мына кестедегі суретке қарай отыра, біз керемет Сабантой деген әннің бірінші шумағын жаттап алатын боламыз. Бірінші суретке назар аударамыз. Қандай мезгіл келді? Дұрыс, сары алтындай, сары күз келді ғой. Күз мезгілі болғанда комбайн не істеп жатыр егінді? Жинап жатыр ғой. Ел жинайды егінді. Ал мынау ше, қамба ғой бұл. Қамбаға дән толғанда көтереді көңілді. Ал бірге айтып көрейік. Күз мезгілі болғанда ел жинайды егінді. Қамбаға астық немесе дән, қамбаға дән толғанда көтереді көңілді. Енді балалар, өздерің айтып көре қойыңдар. Ал Қуаныш айтып көре қой. Болғанда ел жинайды егінді, қамбаға дән толғанда көтереді көңілді. Жарайсың, Қуаныш, жарайсың.